Саламатсыздар ма? 2025 жылдың 24 мамырынан бастап 18 жастан асқан кез келген азамат үй кезегіне тұра алады. Жаңа талап бойынша кейінгі 5 жылда атыңызда үй болмауы керек. Тұрып жатқан баспанаңыз апатты жағдайда болса да өтініш бере аласыз. Мамандығыңыз, әлеуметтік мәртебеңіз бен жұмыс орныңыз маңызды емес. Ең бастысы үйге шынымен мұқтаж екеніңізді дәлелдеу керек. Отбасы банк бойынша программаларға қатысып, жеңілдікпен ипотека аласыз. Үй кезегіне тұруға өтініш беруді осы видеоның жалғастырып көрсететін боламын. Түсінбесеңіздер комментарийге жазып сұрасаңыздар болады. Және де егер жібере алмай жатсаңыздар, профильде және описаниеде телефон нөмір қалдырам, хабарлассаңыздар болады. Енді осылай Google-ға кіреміз, өркен отбасы банк KZ деп жазамыз. Осы бірінші тұрған кіреміз сайтқа, бірінші тұрған сайтқа осылай ашылатын болады. Осы жерде егер осылай кірілмей жатса, обновить дегенді бассаңыз, қайтадан немесе жаңа терген Google-ға қайтадан кіріп, қайтадан кірсеңіз, қайтадан дұрыстап кірілетін болады. Міне осылай өтінім беру дегенді басамыз. Егер сіз бұрын тіркелген болсаңыз, өз мәртебеңізді белгілеңіз дейтінді басасыз. Міне осы төменгі жағында барлық ақпараттар тұр. Егер бұрын тіркелген болсаңыз, есепке қою мәртебесін басып, сол жерден ин номерін жазып, очеретіңізді білуге болады. Өтінім беруді басып, ECP ключ арқылы кіріп, осылай ECP ключ арқылы кіріп, өтінім беруді бастаймыз. Яғни үйге кезекке тұруға заявка жіберуді бастаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер міндетті түрде. Достарыңызға, таныстарыңызға жіберіңіздер. Егер жібере алмасаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Бұл тек қана ECP ключ арқылы, компьютер арқылы ғана жасалынады, телефоннан жасалынбайды. Осылай кіреміз, міне, осылай беті ашылады. Осы жерде сіздің ат жөндеріңіз тұратын болады, ECP ключ арқылы кіргесін. Мына жерде сіздің осының условиялары, яғни шарттары тұрады. Осылардың бәрін оқып шықсаңыздар болады, өздеріңіз үшін оқып шықсаңыздар болады. Енді осы жерде өз атынан өтініш беру деп тұрған батырманы басамыз. Осы жерде міне 6 этаптан тұрады. Осыны рет-ретімен орындайтын боламыз. Бірінші этап бойынша тізіміңізден өз санатыңызды таңдаңыз дейді. Яғни мына жерде төменде тұрған санаттарға егер сай келсеңіз, осыған галочка қоясыңдар. Мысалы, көп балалы отбасы болсаңыз, бір-екі топтағы мүгедек болсаңыз, яғни балаларыңыз осы жерді жақсылап оқысаңыз, барлығы тұр. Ұлы Отан соғысы ардагері дейді, бәріне осылай жазсаңыздар тұратын болады. Осыны толық қарап шықсаңыздар болады. Ал егер бұл категорияға ешқандай сәйкес келмесеңіздер, анықталмаған дегенді галочка қоясыздар бірінші тұрғанға. Осыған галочка қойып, тағда бір оқып алсаңыздар болады, егер бұл категорияға келетін болсаңыздар. Содан төмен қарай түсіп, төменгі жағында егер сіздің үйіңіз апатты жағдайда болса, соның құжаттарын прикрепить етесіздер. Қазір көрсетіледі. Міне, осы жерге міне астында жазып қойған. Егер сіздің үйіңіз апатты жағдайда болса, осы жерге құжат салыңыз деген. Сол жалғастыруды басып, келесі этапқа өтеміз. Міне келесі этап бізде тіркеуге қою туралы өтініш, деректерді жинау және өңдеуге келісім берем дегенге осыған ECP ключ арқылы подписация етіп, біздер өзіміздің рұқсатымызды береміз. Яғни осындай шығады жазба. Сіз мына жерде мысалы, мен осы отбасы мүшелерінде Қазақстан Республикасында тұрғын жайдың бар екен немесе жоқ екен тексеруге қарсы емеспін деген осындай өтініш ретінде шығады. Осыған иә келісемін деп галочка қойып, жалғастыру дегенді басамыз.
жалғастыруды басып ECP ключ арқылы подписаться етеміз. Міне жалғастыру дегенді басып ECP ключ арқылы подписаться етеміз. Осылай подписаться етіп, келесі этабы, яғни деректерді жинау жөнінде келесі этабына да подписаться етеміз. Каналға тіркеліп, достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Міне осылай етілді. Енді деректерді жинау жөнінде дейтінге екінші астында тұрғанға осыған басып подписаться етеміз. Міне осылай осы жерде оқысаңыздар, яғни мен туралы деректерді тексеруге рұқсат беремін. Яғни атыңызда үй бар ма, немесе күйеуіңіздің 18 жасқа толмаған балаларыңыздың атында үй бар ма, сол жөнінде бәрін тексереді. Соған рұқсатымды беремін деп галочка қойып, жалғастыру дегенді басып, осылай ECP ключ арқылы подписаться ететін боламыз. Міне подписаться етілді. Енді жіберу дегенді міне осылай жасалынды. Енді төртінші жад жасалынды, яғни біздер барлық деректерді тексеруге рұқсатымызды бердік. Енді келесі этап бізде, яғни сіз туралы барлық данилар тексеріліп, осы жерде сәтті деп тексерілді деген сөз галочка қойылып шығады. Яғни сіздің әйеліңіз немесе жолдасыңыз болса, 18 жастан аспаған балаларыңыз болса, солардың атында үйі бар жоқтығы жөнінде тексеріліп, осы жерде данилар шығатын болады. Егер сіздің күйеуіңіз немесе әйеліңіз болатын болса, ол адамға келісім беру жөнінде барады. Яғни ол күйеуіңіз немесе әйеліңіздің ECP ключі арқылы кіріп, келісім беремін деген подтверждение жасау керек болады. Осы сайтқа кіріп, подтверждение беру керек болады. Сол кезде сіз, солдан кейін сізде үйге кезекке тұрылады. Міне бір күн өтті, қайтадан ECP ключіміз арқылы кіреміз. Осылай кіріп, қайтадан мен басындағыдай көрсеткендей, қайтадан кіріп, осылай енді өтінішімізді тексеретін боламыз. Міне SMS растау деймі, күту дейді, растауды күту дейді. Яғни туыстарына немесе нелеріне SMS жіберіліп жатыр. Яғни бірақ негізі бұл адам бізде міне келесі уже қайтадан этап өзгерді. Мемлекеттік мекемелерден тексеріс жүріп жатыр дейді. Яғни сіздің атыңызда үй бар ма, жоқ па, сол жөнінде тексеріс жүріп жатыр дейді. Міне осылай сәтті деп бірінші шықты. Яғни екіншісі енді осылай обновить етіп, немесе бір күн тағда күтетін боламыз. Осылай тексеріліп отырады. Бір күн, 2 күн әртүрлі уақыт алады. Міне келесі тағы да қарадық, күтіп тағы бір күн. Міне біздерге үйге тіркелуге рұқсат берілді. Яғни бәрі сәтті өтті. Сәтті дейді. Осы жерде міне жүктеп алу дегенді басып, хабарламамызды жүктеп алуға болады. Міне хабарлама, сіз мұндайыншы нөмірде оң шешім шықты деп барлығы жазылып тұрады. Осы видео арқылы өздеріңіз жіберсеңіздер болады. Егер жібере алмасаңыздар, компьютерлеріңіз жоқ болса, маған хабарласыңыздар, мен жіберіп беретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.